балабақшада қазір барлық балаларға қол қоюды, әр ай қатысқан табеліне қол қоюды ата-ананың растауын талап етуде. Соны бүгін қол қоюды үйренетін боламыз. Ол үшін Google платформасына кіріп, смарт балабақша деп жазып, бірінші тұрған балабақша деген бетке кіреміз. Келесі оң жақ үстіндегі үш сызықты бассаңыз, кіру. Ол жерге тіркелген болсаңыз, өзіңіздің JSN мен құпия сөзіңізді тіркелмеген болсаңыз, код арқылы кіресіз, немесе телефон логин арқылы кіруге болады. Мен JSN арқылы кіремін. Кейін қайтадан жаңағы оң жақтағы жоғарыдағы үш сызықты басып, осы жерде қатысу табель деген бар. Сол мәзірге өтеміз. Бізге деген қаңтар айына қол қоюымыз керек. Міне жерде асы жағында мен қызыл жазумен қол қою мәртебесі күтілуде деп шығып тұр. Сол жерге қол қою үшін біз деген оң жақтағы астындағы көзді басамыз. Осы жерде бүкіл данныйларды қарасаңыз болады. Баланың қай күні келгенін, келмегенін, белгілеген күндерін мезгілдерден қарасаңыз болады. Ең соңында ата-ананың растауын күтілу деп тұрады. Былай түссеңіз, растауды басасыз. Бұл жерде ЭЦП-мен қол қоюға болады, немесе қолданбай-ақ қол қоюға болады. Өз еркіңізбен қалай ЭЦП-іңіз болса, соны таңдайсыз. ЭЦП-сіз қойыңыз келсе, оны таңдайсыз. Мен ЭЦП-сіз деп таңдадым. Және растауды басамыз. Мен осы жерге енді жаңағы тексереміз. Ең соңында тағы да сіздерде осындай әлі күтілуде деп шығып тұрса, бұл жерде шығып кетіп, сосын қайтадан кірулеріңіз сұралады. Себебі бұл деген обновить етіліп үлгеру керек. Кейбіреуінде сразу шығады. Қайтадан тексеріп жүреміз, қатысу табелі. Қаңтар айына. Мына жерде шығып тұр, қол қою мәртебесі қол қойылды деп жазылып болып. Және келесі айларда осылай істей бересіз. Қатысқан күндерін, бәрін тексеріп отырсаңыз болады.